Осыдан 20 жыл алдын ол қызық іздеп Африка жеріне аттанады. Ол онда құрлықтағы ең кедей мемлекет Сомалиге барады. Көше кезіп, ондағы қызық деп тапқан нәрселерінің барлығын суретке түсіріп. Сол сәтте ол жерде отырған кішкентай қызды байқайды. Қызды суретке түсіріп алайын деп шешеді. Өйткені қыз көзі мұңға толы болыпты, оның басынан түскен барлық қайғы қасиетті көрсетіп. Бірнеше уақыттан кейін оның суреті дайын болған кезде Джон суретті ата-анасына алып барайын деп шешеді. Бірақ оларды таба алмайды. Көшедегі өткіншілерден бұл қыздың отбасы жайлы сұрайды. Тұрғындар қыздың жалғыз өмір сүретінін, оның ата-анасын көрмегелі біраз болғанын айтады. Бұл жағдай оның жүрегіне қатты батып, ол қыз туралы ойларды басынан шығара алмай қояды. Ақыры ол қызды асырап алу туралы шешім қабылдайды. Ол оны өзімен бірге Америкаға алып кетеді. Сол сәттен бері 20 жыл өтті. Сол кездегі кішкентай қыз бой жетіп нағыз сұлуға айналды. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар